Қырық мысал Ахмет Байтұрсынұлы. Еменнің түбіндегі шошқа. Түбіне бір еменнің шошқа келіп, жемісін жерге түскен жеді теріп, тойған соң келістіріп, ұйықтап алып, еменнің түбін қазды тұра келіп. Шошқаға сол уақытта сөз айтады, ағаштың басындағы құзғын көріп. Тамырын қазып, аршып тастаған соң, қалмай ма емен қурап, кеуіп сынып. Қураса қурайды деп қиналман көп, қурамай тұрған менен неме ол сеп. Қурасын маған салса күйіп кетсін, қайғырман оның үшін уайым жеп. Құдайым жемісін айырмасын, қылатын мені семіз солар ғой тек. Сол шақта күңіреніп сөйлейді емен, шошқаға айтып тұрған осылай деп. Ей шіркін, жақсылықты білмей тұғын, білсең сен не бетің бар бүйдей тұғын. Жоғары қарай алсаң білер едің, шыққанын жеміс қайдан сен жей тұғын. Дүниеде түрлі адамдар бар, жақсы мен арасында жамандар бар. Ғылымды пайдаланып отырса да, сезбейтін сол пайдасын надандар бар.